Ал феминизмнің өзі не? Феминизмнің тикарғы идеясы хаял образының жәмиетте қалыптасып қалған көрінісін өзгерту. Яғни, тарих давамында хаялға белгілі бір объект, айтайық, перзент дүнияға келтіру, үй тазалап ауқатлануға бір нәрсе таярлау үшін ғана керек болған объект сипатында қаралып келген болса, енді хаялды субъект, яғни тұлға сипатында қабыл етілуіне ұмтылу. Хаяллардың жәмиеттегі теңсіз орны хақындағы дәслепкі мағлұматлар антик дәуірлерінен басыланады. Айымғы грек қала мемлекетлерінде үш қатлам бұқаралыққа ие болмаған: құллар, шетеллілер һәм хаяллар. Орта сірлерде хаяллардың басқарудағы жағдайы өзгеріссіз қалды, қайсыдыр мәністе жаманласты да. Мысалы, шіркеу хакимияты күшейген Европада хаяллар еркеклерге қарағанда гүнәкарлыққа бейімлірек деген көзқараслар кең тарқалған еді. Сол себеплі хаял қызларды менсінбеу, оларға ахметлі мәселелерді ісенбеу һәм тұтыну товары сипатында қарау күшейеді.